Ги-хунның сәтсіздігінен көп ұзамай, кальмар ойынның 3 маусымы алғашқы эпизодымен басталады. Соңғы есеп бойынша 35 адам қаза тауып, 60 ойыншы қалды. Сондай-ақ 12 қызғылт күзетші мен 8 бақылаушы өлтірілді. Ойындар мен басшы өте драмалық болғандықтан, қызғылт күзетшілер 456 ойыншының табытын жерлеу алаңына қайталып келеді. Ол қатты күйзелгендіктен өзінде өлтіруді жалынып сұрайды. Әрине, ол ешқандай жауап алмайды, әрі ойындарға қатыспаған кезде қолы байлаулы күйде ұсталады. Басқа ойыншылардың айтуынша 388 ойыншы Дэхо Хуада қару болған, бірақ ол көтеріліс жасаған басқа ойыншыларға көмектесуге қайтып оралуға қорыққан. Басында мүлде есінен айырылған болса да, бұл Ги-хунның қызығушылығын оятады, және ол аса қауіпті адамға айналады. Ол Дэжоға тек қарап тұрғанның өзімен-ақ қорқыныш ұялатады. Ли Джун Дженің актерлік шеберлігі осы эпизодта толықтай көрініс тапты. Ол тек бет әлпеті арқылы ашу-ызасын қоса барлық сезімдерін жеткізуге мәжбүр болды. Ол бұл өнерде мүлде керемет болды. Келесі ойын, жасырыншақ ойынның өзгертілген түрі, басталуға жақын. Мен бұл шоудың қаншалықты нашар екені туралы тағы бір пікір қосуға мәжбүр болдым. Көтеріліс жасағандардың денелері ілулі қалдырылады, сол арқылы қалған ойыншылар аренаның жақындаған кезде оларды көре алады. Мұнда кәдімгі жасырыншақ ойынын күтпеу керек. Алдын ала көрсетілімде ойыншылар сағыз машинасына жақындаған кезде түс таңдайтыны көрінеді. Түс олардың өкілдік ететін командасын білдіреді, қызыл немесе көк. Көк команда жасырынған кезде, қызыл команда оларды іздеуі керек. Келесі 30 минут ішінде олар бір көк ойыншысын тауып жоюы тиіс. Қашу жолын жасырып табу үшін көк ойыншыларға есіктерді ашатын кілттер беріледі. Қызыл команда ойыншыларына пышақтар беріледі. Осы себеппен эпизодтың аты кілттер мен пышақтар. Егер қызыл команда ойыншылары бір көк ойыншыны да жоя алмаса, қызыл команда мүшесі шығарылып тасталады. Кем дегенде деген сөз де маңызды, олар одан да көп адамды жоя алады. Сонымен қатар қызыл команда мүшелері бір-біріне шабуыл жасай алмайды. Ойын басталмай тұрып, кім болса да командасын өзгерте алады. Қолынан келгеннің бәрін жасаса да, Дэжо өзінің орнын ауыстыратын адам таба алмай, көк түс алады. Ал оған қызығушылық танытып тұрған Ги-хунның қызыл түс алуы оның проблемаларын одан әрі арттырады. Олардың жеңілісіне 388 ойыншы себеп болды. 100 ойыншы Қарт Джонг Дэйдің 456 ойыншыға барып, команданы ауыстыруға әрекет жасаған сахнасы өте көңілді болды. Оның көрінісі маған күлкілі болып көрінді, сондай-ақ сол қарт кісінің батылдығы таң қалдырды. 124 ойыншының 333 ойыншының көмегіне жүгінуі мені қорқытты. Бұдан қорқынышты жағдайдың туындауы мүмкін сияқты. Мангиді жәнеге жасырынуды айтып, бәрі тынышталғаннан кейін оны табатынын айтты. Ол уәде еткенін орындай ма, соны күтіп көрейік. Намжуға ешкім үлгі алмаса керек, әсіресе Монг Джидің көптеген моральдық мәселелері бар адамнан. Ашулы жүзбен Ги-хун пышақты ұстап, бұл сенің кінәң деді. Бөлім соңында қызыл команда басқа командаларға шабуыл жасау керек болады. 456 ойыншы мұқият болуы керек, өйткені оның мақсаты анық. Басқа да оқиғалар өрбіп жатыр, бірақ біз қызғылт күзетші Нодан бастаймыз. 246 ойыншы Гонг Сук үшін әлі де үміт бар. Кальмар ойынның 2 маусымында көргеніміздей, Ноэль оқты өзін өлтірмейтін жерге дәл атуға өте мұқият болды. Ол оны өлгенде кейіпте көрсетіп көмектесіп жатқандай болып көрінген соң, сканерді пайдаланып өлтірді. Дене мүшелерін заңсыз сауда жасау тобы оған сенсе де, ол оларды сатты. Өлтіре алмайтын жалғыз адам 246 ойыншыны емдеуді тапсырған дәрігер. Ешқандай проблема жоқ, ханым. Гонг Сук өзінің қанын пайдалана алады, себебі ол типо. Детектив Хуанг Жанхо мен Мырза Чойдың айтуынша, капитан Пак шын мәнінде фронтменнің агенті болып шықты. Дрон операторының өлімі туралы хабар оның жұмыс берушісіне телефоны арқылы жетеді. Ойын өтетін аралды іздеуді жалғастыру үшін екінші біреу ізделуде. Фронтмен оған оларды көндіру әрекеттерін тоқтатпауды кеңес береді. Егер сәтсіз болса, бәрін өлтіріңдер. Барлығы, тіпті полиция капитаны да. Детектив Мырза Чойдың капитан Пактың шыншылдығына сенбей бастағанын қабылдауға дайын емес. Ұшқыштарды толықтырғаннан кейін экипаж қайтадан аспанға көтерілді. Алайда бұл жолы Мырза Чой зерттеу жүргізу үшін артта қалып отыр. Кальмар ойыны 3 маусымының 2 бөлімі жұлдызды түн қатыгез жасырыншақ ойынына арналған. Ойыншылар көк және қызыл командаларға бөлінеді, ал қызыл команда пышақпен қаруланған.
Бұл бөлімде бірнеше басты кейіпкерлердің таңғаларлық қазалары көрсетіледі. Соның ішінде достары үшін өзін құрбан еткен Хуну және анасымен құтқаруға тырысқан соң күзетшілер өлтірген Юн, өндірістік дизайн бұрынғыдай мінсіз, сюрреалистік аренасы лабиринт тәрізді құрылыммен және ісі шабыттандырған құдықпен ерекшеленеді. Көп команда қашу үшін кілттер табуға тиіс. Бұл ойынға күрделілік қосып, оларды бірлесіп жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Осылайша шиеленіс пен жоғары тәуекел туғызады. Фрайдың үстінен көтеріледі деп күтілген Су Жихан өзінің төменгі инстинктілеріне беріліп, қатал шайқаста Дежоны өлтіреді. Бұл бөлім мораль және тірі қалу тақырыптарын зерттеп, кейіпкерлерді жоғары тәуекелі бар ортада мүмкін емес таңдау жасауға мәжбүрлейді. Бұл бөлімде бақсы Сион Наоның өлімі және Ноның Гаонг Сукты қорғау жолындағы әрекеттері туралы қосымша оқиға да бар. Шолу кальмар ойыны 2 маусымының 3 бөліміне "Бұл сенің кінәң емес" атты эпизодқа арналған. Онда эмоциялық шиеленіс пен қатыгез ойындар ерекше көрсетіледі. Бұл бөлімде ойыншылар үлкен ақша сомасымен ойынды тастап кету не қалу туралы дауыс беруі тиіс болады, ал Джинджи ақыл мен жанашырлықтың дауысына айналады. Джин-Жаның ойыншыларға, әсіресе Жан Хи мен оның сәби үшін ойынды тастап кетуге, дауыс беруге жасаған өтініші оның өзгені ойлайтын, жанкешті болмысын көрсететін басты эмоциялық сәттердің бірі. Алдыңғы ойыннан кейін әлі есін жиі алмай жүрген Жиханға Джин-Джа не үшін бұл ойында жүргенін еске салуға көмектеседі және ол Жан Хи мен сәбиіне көмектесуге уәде береді. Жин-Джаның өз-өзіне қол жұмсауы ойыншыларды есеңгіретіп тастайды, ал оның актерлік шеберлігі жоғары бағаланады. Бұл жағдай Ги Хунды әрекетке итермелейді. Ол Жан Хи мен оның сәбиіне көмектесуге дайын болады. Бұл бөлімде секіртпе мен секіру ойыны таныстырылады қарапайым, бірақ қатыгез сынақ. Онда Миницу жасаған қатыгез әрекеттер Самжуның өліміне әкеледі. Бөлім шиеленісті сәтпен аяқталады. Ойындар негізінен веб қонақтар үшін ұйымдастырылғандықтан олар бұл көріністерде маңызды рөл атқарады. Олардың астарлы мағынасы өте маңызды, бірақ мультфильмге ұқсас бейнелері назарды бөледі. Олардың ағылшыншасы тым жасанды әрі ерсі естіледі, бірақ бәрі соны қолданады. Бір ғана эпизодта Кан Айм айтқан 2 әдемі, шынайы әрі жан түршігерлік монолог вебтердің дөрекі және ыңғайсыз ойыннан әлдеқайда жоғары деңгейде болды. Мүмкін режиссер бір маңызды нәрсені жеткізе алмаған шығар. Немесе вебтердің өздері алтынмен апталған көзілдіріктерінің артында өзін ақымақ сезінген болар. Олар спорттық ойындарды тамашалап отырып қара галстук киіп, беттерін жабық маскамен жасырған. Көтеріліске шыққан күзетші Но соңғы бөлімде өмірін аман алып қалған Гаонг Сукпен бірге аралдан кетуге дайындалып жатыр. Осы мекеннен кеткісі келетіндердің барлығына қаншалықты ауыр әрі күрделі болса да, Ноның жолын оқып шығуға кеңес беремін. Ол вебтер келгендіктен басшысына қиындық туғызуы мүмкін екенін айтады. Сондықтан өзімен бірге Гаонг Сукты қайықпен қашыру үшін рұқсат сұрап, үгіттеп қорқытады және жалынады. Соңында біз Жан Хоны кальмар ойындары өтетін аралды табу жолындағы ізденісіне қайта ораламыз. Тиімсіз ізденістен кейін ол ақыры 1 маусымның соңында фронтменнің өзіне жартастан оқ ату орнын табады. Арал жақын жерде болуы керек. Капитан Пак Жан Ходы аралдан алшақтатуға тырысып жатыр, бірақ әлі де фронтменге қызмет етеді. Ол құрлықта Чой Вуктың қуғындауында. Вук капитан Пактың ескі ғимаратына басып кіріп, қатал итпен тыныш дабылға ұқсайтын нәрсеге кезігеді. Бірден кейін полиция келеді. Вук олардың қабылдамас бұрын кальмар ойындарының капитан Пакпен қалай байланысы бар екенін анықтайды. 222 деп аталған бөлімде қатыгез секіртпе мен секіру ойыны көрсетіледі. Ол бір маусымдағы шыны көпір сынағына ұқсас, ойыншылар уақытты дұрыс ұстамағанда өлімге әкеледі. Бұл бөлім ойыншылар арасындағы қатыгездіктің артып келе жатқанын көрсетеді. Кейбірі тірі қалу үшін басқаларын өлімге итермелейді. Бұл шоу адам табиғатын қысымасында зерттеуді айқындайды. Сондай-ақ әлі қолдауға тұрарлық соңғы кейіпкерлердің бірі Жун Хи қайтыс болады. Бұл оқиға желісіне мүлгіген көңіл күй қосып, шоудағы адам табиғатына деген қараңғы көзқарасты күшейтеді. Жиханның ішкі дұрыс пен бұрысты тану сезімі сынаққа түсті. Себебі ол фронтменмен кездесіп, қалған ойыншыларды жою, сәбиін қорғау және жүлде ақшасын алу туралы ұсыныс алды. Бұл жағдай Жиханды өте қиын шешім қабылдауға мәжбүр етті. Сонымен бірге, фронтменнің іс-әрекеттері мен мақсаттары ашылып, оның ұят сезімі мен Жиханды адастыру ниеті анықталды. Бұл ойынның ішкі адамгершілік күрделігін арттырды.
Жанхоны зерттеу мен оның ішкі дағдарысы туралы қосымша сюжеттер бөлімге тереңдік қосады. Бұл ойынның нәтижесіне әсер етуі мүмкін. Веб кейіпкерлерінің бейнесі фильмнің әлсіз тұстарының бірі болып қалуда. Олардың актерлік ойыны сендірмейді, сөйлесулері де табиғи емес, сондықтан фильмнің жалпы идеясына кедергі келтіреді. Бөлім соңында күтпеген оқиға арқылы басты ойынға дайындық жасалады. Бірақ фильм тағы бір қауіпті, өлімге әкелетін ойынды көрсетіп, адамгершілік құндылықтардың айқын емес екенін көрсетеді. Ги Хунға фронтменнен басқа ойыншыларды өлтіру үшін пышақпен ұсыныс беріледі, бірақ оның ішкі адамгершілігі мұны істеуге кедергі болады. Еске түсірулер фронтменнің бір кезде кальмар ойынының жеңімпазы болғанын және ол Иллинойстан ұқсас ұсыныс қабылдағанын көрсетеді. Фронтмен Ги Хунның басқа таңдау жасағанын көреді. Барлығы оның сияқты моральдық жағынан бұзылған емес екенін түсінген көтерілісші күзетші но фронтменмен бетпе-бет келіп Гаонгуктың жазбаларын жоюды талап етеді. Бұл шиеленісті төбелеске әкеледі. Но ақырында фронтменді жеңіп тамаша бір төңкеріс жасайды. Бөлім соңғы кальмар ойынына бағытталған. Онда қалған ойыншылар шаршы, үшбұрыш және шеңбер пішінді мұнаралардан біреуді өлімге итермелеуі керек. Сол арқылы тірі қалғандар жүлдені бөліседі. Бұл ойындар қатысушылардың тірі қалу үшін бір-біріне сатқындық жасауға дайын екенін көрсетеді. Бұл вебтердің өз мінездерін ақтау талпынысын бейнелейді. Бөлімде соңғы ойыншылардың мінездері тез дамиды. Қатыгез 203-ші, қорқақ 039-шы, сондай-ақ прагматиктер 353-ші мен 336-шы. Топ осал Миницуды бірігіп басып шығарады, ал Сәбиінің әкесі Мянг Джи бастапқыда баласын қорғауға тырыспайды. Ақырында Манги Сәбиін қорғайды, бірақ қатыгездігін көрсетіп, жүлде ақшасын көбейту үшін 100-ші ойыншыны жояды. Жихан ойынның соңғы раундында қаза табады. Ол Мянг Джи мен Сәбиімен бірге соңғы мұнараға жетеді. Мянг Джи Жиханнан баланы сұрайды. Бірақ Жихан баланы бермейді, себебі Мянг Джи өз баласын өлтіреді деп қорқады. Осы қақтығыста Мянг Джи қаза табады. Бұл мұнарада Мянг Джи өлімі үшін құрбандық болмайды, өйткені ешкім раундты бастайтын батырманы басқан жоқ. Жихан Сәбиін өлтіріп, өз өмірін сақтап қалу немесе баланың тірі қалу үшін өз өмірін құрбан ету арасында қорқынышты шешім қабылдау керек болады. Ол баланың өмірін таңдап, бұл шешімі вебтерді таң қалдырады. Ол баланы қолына алып, оларды таң қалдыра қарады. Олар Жихан баланы өлтіреді деп ойлағанымен, ол олай жасамады. Оларды көрмесе де, Жихан оларды қызықсыз бақылап отырғандарын біледі. Содан кейін ол оларға қарауды тоқтатып, сөздерін бізге арнайды. Ол баланы жерге жатқызады да, оны жақсы көреді. Камераға қарап, біз ат емеспіз. Соңында біз тек адамбыз дейді. Одан кейін 56-шы ойыншы, яғни ойынның негізгі көрерменін білдіретін ойыншы қаза болады. Жихан Сәби үшін өз өмірін құрбан етіп, гуманистік таңдау жасады. Адам қаншалықты әлсіз болса да, оның көзқарасы бойынша барлығы құнды және қорғалуға лайық. Өзінің өліміне әкеп соқса да, ол вебтердің ережелерін орындаудан бас тартады. 2 маусым бойы өмірді сақтаудың мәні жоқ деп сендіруге тырысқан фронтмен Жиханның шешіміне қатты күйзеледі. 4 бөлімде фронтмен Жиханнан 56-шы ойыншы сен әлі адамдарға сенесің бе деп сұрайды. Жихан соңғы шешімін жасаған соң, Инхо оның реакциясын алады. Жихан өз өмірін құрбан еткен соң аралға Кореяның жағалау күзетшілері келеді. Олар оған 246-шы ойыншыны Роза күзетшілерінен құтқарғанын хабарлайды. Бұл тапсырманы Жанхо орындаған еді. Олардың аралдың орналасқан жерін анықтағаны белгілі болады. Жағалау күзетшілерінің келгенін естіген соң, Инхо аралдан кетуді бұйырады. Ол аймақтың жарылуына 30 минуттық есеп жүргізеді. Ол дәлелдерді жоюы қажет. Күтілгендей күштілер қашып кетті. Бұдан бөлек, жанартау көздеген Жанхо бауырын іздейді. 6 раундта ол Инхо мұнараның біріне көтеріліп, баланы шын аты 222-ші ойыншы алып жатқан сәтте веб бақылау бөлмесіне кіреді. 222-ші ойыншы осы ойынның жеңімпазы. Жанхо веб бақылау алаңы мен ойын алаңын бөліп тұрған шыны кедергіні атып түсіреді. Бұл әрекет Инхоның назарын аударады. Жанхо қаруын бауырына бағыттайды, бірақ атуға батылы жетпейді. Инхо баланы күтіп отыр. Ал Жанхо бауын өлтіру ойында жоқ сияқты. Неге? Ол орнымен айқайлайды. Неге істедің? Бірақ Инхо сөзсіз тұрып кетеді. Жанхо 6 айдан кейін үйге оралғанда, Жанхи мен баланың қайғылы. Мүмкін бұл заттарды Инхо қалдырды.
ол қаламағанымен бауырының бақытты болғанын қалайды. Жанхоға бергенін ескерсек, Инхо баланың жақсы өмір сүруін қалайды. Фильмнің соңында фронтмен көлікте отырып, Жиханның ақшасын қызына жеткізіп жатыр. Ол терезені ашып, жақын көшедегі дыбыстарды тыңдайды. Рекрутер кадрларда Кейт Бланшетт ойнаған кейіпкер фронтменге қарап, одан соң өз жұмысына қайта оралады. Ресми растау болмаса да, оқиға Америкада кальмар ойынының жалғасы болатынын меңзейді. 1 маусымда әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар осы ойынға қатысатыны көрсетілген. 2024 жылғы қазан айында Deadline басылымы дереккөздерге сілтеме жасап, Дэвид Финчер ағылшын тіліндегі Squid Game адаптациясын режиссерлейтінін хабарлады. Мүмкін Squid Game Americaның ашылу сахнасы 3 маусымның соңғы көрінісімен бірдей болады. Киноның әр бөлімін жеке-жеке талдап түсіндіруді қалайсыздар ма? Пікір қалдырыңыздар.